Жақсылап жуындаршы. Ішін жудың ба жақсылап е? Бір қылпық қалмасын, бір қылпық деген қалмау керек. Так, жеңгеміз жиіркеніп, отырмай қойып жүрер. Ой, соншалықты кірпияз ба не өксі? Ой, сіз о кісіні білмейсіз. Содан кейін бір ескертіп қояйын, артық ауыз әңгіме айтпай қойыңыз. Мүмкін болса сөйлемей-ақ қойыңыз. Тек қана амансыздар ма? Аманбыз, бол. Артық ештеңе керек жоқ, өтініш. Қойшы, сонда 3 сағат бойы сөйлемей отырам ба сонда? Жарыл білем ғой? Несін жарылыз? Сол жаққа баратқанда да 3 сағат бойы сөйлемей баратын шығарсыз. Сол сияқты қайтарда да 3 сағат сөйлемей қайтасыз. Кім біледі, тақ кемеудің неше түрлі амалын іздеп отқан адамдар? Бопты, мейлі көреміз енді. Іштерін тазалаңдаршы бәрін. Қайдар екен десем. Жаныңды алдыңыз ғой? Шыме сеп қалдым бөле. Тартып алып. Жарылып кетер тағы. Азы, давай, лақтыр! Ай, красава! Жап, анан жап, анан. Жап, анан, жап, сай! Ай! Ойбай! Ой! Қап! Көзге қырып. Ой! О, міне дұрыс болды. Дұрыс болды. Несі дұрыс болды? Мына мектептің добы ғой? Әкеш? Немене? Мынау спонсордың сыйлаған қымбат добы ма? Иә, олимпийский доп қой. Сонша мақтап еді, біздің бір шегеге де тұрмады ғой мынау. Қаршыға. Жаман кіріп тұр. Мен саған қанша мәрте айтам, мектептің дүниесіне тиме деп. Ой, әпке қайдан білейін енді, бәрі солай істейді ғой. Сіз де әпке отырсыз ғой мектептің дүниесін. Әй, мен әкелсем, 3 ай каникулда өліп қалмасын деп әкелем ғой. Білеміз, сосын қайтып апармайсыздар ғой, үйде тұрады ғой, ағаш болып. Әй, енді не істейсің мына допты, а? Не істеймін мен мына орнына? Басқа доп ала саламыз, базарда 500 теңге толып тұр ғой. Әй, оның бәрі қытайский. Мынандай қымбат олимпийский допты қайдан табасың енді? Кім біліп жатыр, әпке? Барлығы солай істейді ғой. Бұл барыңызшы бар, әжептер. Да, кіре беріңіз бар. Бараң, футболын доп тақпесей, футболын Жақсылап жуындаршы. Ішін жудың ба жақсылап е? Бір қылпық қалмасын, бір қылпық деген қалмау керек. Так, жеңгеміз жиіркеніп, отырмай қойып жүрер. Ой, соншалықты кірпияз ба не өксі? Ой, сіз о кісіні білмейсіз. Содан кейін бір ескертіп қояйын, артық ауыз әңгіме айтпай қойыңыз. Мүмкін болса сөйлемей-ақ қойыңыз. Тек қана амансыздар ма? Аманбыз, бол. Артық ештеңе керек жоқ, өтініш. Қойшы, сонда 3 сағат бойы сөйлемей отырам ба сонда? Жарыл білем ғой? Несін жарылыз? Сол жаққа баратқанда да 3 сағат бойы сөйлемей баратын шығарсыз. Сол сияқты қайтарда да 3 сағат сөйлемей қайтасыз. Кім біледі, тақ кемеудің неше түрлі амалын іздеп отқан адамдар? Бопты, мейлі көреміз енді. Іштерін тазалаңдаршы бәрін. Қайдар екен десем. Жаныңды алдыңыз ғой? Шыме сеп қалдым бөле. Тартып алып. Жарылып кетер тағы. Мен құда емеспін ба? Бақыт. Әке, жудырайық мына көйлекті. Ана есік қой мен жыныма типінен. Негізі жыл сайын сенің үйіңе да Мырзахан. Шомылуға келеден ғой, киім жудыруға келеден ғой. Жазым ғой. Енді қайтып барам мен? Жоқ, мына демде кебеді қазір, жуса кебеді. Кетпейді! КамАЗбен бірдей кеуіп қалады. КамАЗ кебем дегенше кеуіп қалады бұлда. Жеттен шай ішейікші онына. Бар ма жет? Бар. Бақыт, шықсандаршы енді. Ой, осы үйге келсем болды, бірдеңе жудырам әйтеуір. Мырзаке, мына киіңіз. Міне киіңіз дейді тағы да. Қойшының баласын деп мақтанасын. Бір қойды байлай алмасаң, неғып жүрсің? Қайдан білейін енді Мырзаке енді? Қайдан білейін? Табамыз ғой қазір. Қайдан табасың? Не істеймін енді? Сен сойып берем осы қонақтарға? Адамды күйдіріп. Ұстай амарқа кеттім. Қаршыға, айналайын, мына есікті жөндеп қойшы. Қиратсаң, қират, ашылатын қып қойшы. Ой, неменеге қиратсаң қират, Қиратпай-ақ істеуге болады ғой? Арман, жаңа дазындар, продукттар келетін болды ғана қонақтар еді. КамАЗ жөндеші сен. КамАЗ жөндеші. Бол, 6 секунд қой. Кеттім, астана. Мен қазір мына есікті 5 секунд қой.
Жездеге. Болыңдаршы ете. Болды. Қонақ. Өз кірпияз қонақ үсті кіріп келатса не боламыз? Ой, тез шығыңызшы енді. Ой, жүда бір биіктен жаман қорқасыз осы жездеге, е? Ой, жаныңыздың тәттісін қарсаңшы. Түсіңізші тез. Хоп. Әжептеуір биік екен қорық мына. Арман, ұстай тұршы ке. Ұсташы, сатын ұсташы. Сақтықта қорлық жоқ тағы. Арман, ойнамаса, Білесің ғой мен биіктен қорқатын. Бар ма? Ха? Қайық... Ұста, жақсы ұстап. Бар ма? Болды ұстамай-ақ қой өзім әшін. Ау, ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Шәйше шақырдыңыздар ма? Сізді шақырған себебіміз бәке, біздің компанияның бір марапаттау рәсімі бар еді. Марапаттау қағазы бар еді. Бүгіннен бастап өзіңізді компанияның қола директоры мәртебесіне ие болуыңызбен құттықтаймыз. Не үшін сонда? Ерекше қабілет, белсенді жұмыс және сенім үшін. Рахмет, бүйтіп сенім артып отқандарыңызға. Алдағы уақытта да аянбай еңбек етуге дайынбыз. Қандай керемет, қандай әсерлі, қандай жылы, ең бастысы жүректен шығып жатқан сөздер. Қаршаға өзің арқалай. Көп солысып қайтеміз. Қысқасы... Қоя тұр. Тұяғым айта бер. Неше қой жоғалды? Айт. 21. 3, 7. Кеп тұр ғой мін, 21 шығып тұр. 21. Қай жерде жоғалттың? Ынтымақ ауылының бойында. Ынтымақ ауылы. Сон жанында, Ынтымағы жарасқан деген, Көріп тұрмын, ынтымақ ауыл деп шығып тұр ғой мін. Жазуды қаршы, деп тұрмын. Қара. Бір күдіктенген адамың бар ма өзі? Кім деп ойлап отырсың өзің бұлай? Қойшым бар. Қойшым емес пе деп ойлап қоям бір жағынан. Бір жағынан, анау жақында түрмеден келген бір жігіт бар еді, аты кім еді? Миша. Сол Миша емес пе деп ойлап қоям. Тоқта қазір. Ойбай, тоқтай тұр балам. Тұяғым, тоқта. Ауыл менен дала, көше менен қала, қойларды іздедім мен, қойды ғана. Ей, ауыл менен дала, галактикада ма, іздеген тілемей табылар ма? Ол ауылда жоқ. Мін тоқта. Тап. Таппайсыңдар оны бәрі, таппайсыңдар. Ол дегенің қанша адамды жылатқан, қанша адамды қанға қақсатқан, қанша адамның малын қорасына шешіп әкеткен, даладағысын жетектеп алып кеткен. Білса таппай жүрген, ұрын іздеп жүрген сіздер нағыз әпенді екенсіздер бар ғой, түсінбеді сендерді. Ұры өздерінің араларында деді ғой негіз. Дейді? Ұры алыста деген құмалақшы көрдік па? Ұры алыста деген құмалақшы көрдіңіз ба? Орта бойлы, қара деді. Отырыңдар шай тұра бермей. Отырыңдар, отырып сөйлесейік та. Жаңабай, өткендегі мына екі бизнесмен кәсіпкер ұрланған қойлардың ақшасының жартысын беріп жіберді. Маған ба? Мырзашқа иелеріне берсін дейді. Неге жартысын?
жартысын құда бала төлейді деді ғой. Кеше жылатқанның ана баласының 3 жасар тойында маған бір кемпір сенің келіннің інісі біздің балаға бір қой қарыз екен, соны қайтарсын дейді. Ай, мен еш нәрсе білмеймін, өздерінен сұра, балалардың өздерінен сұраңдар деді. Құдай-ай. Ой, тобай. Көшеде мені жүргізбей жүргендері азда, енді сізден сұрайтын болған ба олар? Ой, жездеке қойыңыз, қайтарамыз дедік қой. Олар адамдарды да түсінбейсің бар ғой. Бірақ қойға бола, сондай әңгіме айтуға бола ма енді апа? Бірақ қой болса, берші маған, бірақ қой болса. Апарып берейік. Берші бірақ қой болса. Немді бер? Жоқ қой, нөл ғой. Немді бер? Нөл болса, бірақ қой деп айтпа. Бір қой деп айт. Рас қой, бірақ қой ғой. Бірақ қой болса, берсең енді. Әкеш, бірақ қой болса. Немді? Нөл? Онда бірақ қой деп бер. Бір қой де. Бір қой де. Бір қой. Бере алмай жатырмын бір қойды деп айт. Бірақ қой деп айттық. Бірақ қой болса, берсең енді. Жа болды қойыңдар енді. Артында бір дейін жоқ, бірақ қой деп. Берсең бірақ қой болса, әкел. Қойш, жездеке сіздікі дұрыс. Қойш. Маған қадалып қалдыңыз ғой таңертеңнен бері. Бірақ қойға бола, сонша әңгіме айтқаныңыз. Бірақ қой болса, берші. Немді берем. Жоқ қой, нөл қой. Онда неге бірақ қой дейсің сен? Қойш, мырзаш, болды. Ай, Болды, қойыңдар. мыналарға не болған ей? Апа, менің не кінәм бар? Болды. Қаршыға.